Жастар, сендерге айтатыным, мына жүрген, КМБда істейтін, прокурорда істейтіндер біздің арамызға от салып отыр, іріткі салып отыр. Сол үшін жастар, мына КМБда істейтін, прокурорда істейтін азаматтарға еш сенбеңдер. Бұлар халық үшін қызмет етпейді. Бұлар билік үшін қызмет ететін азаматтар. Сол үшін сендерді ешқандай провокацияға шақырып отқан жоқпыз. Biz толық жерге қолдауға келіп отырмыз. Мен думанын қолдайтын азаматтар. Түсіріп ой, ұят. Халықтың алдында жауап бересің скоро. Біз бұларға айтатымыз, мемлекеттің азаматтарына айтатымыз, жаңа істейтін азаматтарға айтатымыз. Халық үшін жұмыс істеңдер. Біз халық үшін жұмыс істеп отырмыз. Біз бұл жерде ешқандай арандатушы, ешқандай неге келіп отырған жоқпыз. Сендерге айтатымыз, мемлекеттен қызмет істейтін азаматтар. Ой, бұл не ғой? Сол бәріміз түсіріп сыртымыздан. Ой, түсірсін. Өзін түсіріп ал. Кім? Сен айтатынша, сіз халық үшін қызмет етіп жүрсіз ғой. Дұрыс па? Сіз қашпасаңыз, сіздің бәрі, неңіз бәрі бізде бар ғой, данеңіз бәрі бізде бар ана. Сіз неден қашасыз? Значит, қашан халықтан қорқасыз. Халықтан қорқпайтын болсаңыз, сіз бар ғой, халықтан қорқпайтын болсаңыз, қашпай видеоны түсіретіңіз. Дұрыс қой? Мен түсірмеңіз. Мен қоғам белсендім, оян қазақпын. Құдайға шүкір, мен ұрпағымды ойлап, бұл баяғы неден ғой? Кім боласыз? Абай, бұлар чисто провокацияға істейтін азаматтар ғой бұлар. Халықтың алдында жауап берді, өзгеріс болады бәрібір. Түр болды. Болды, иә. Кетсін. Міне көрдіңдеріңіз ба? Әтестер. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаудасыз. Жиналыстарды өткізудің заңы мен тәртібін бұза отырып акция өткізудесіз. Ішкі істер органдары оқымайсыз, оқымай. Заң болса неге думай заңымызды сақтауды, заң болса неге думай сақтауды, құқыққа қарсы әрекеттерді тоқтатуды, немесе назарлықтың заңсыз нысандарын жолын кесуге талап етуге құқылы. Прокурор ескерткендей, бұл әрекеттер үшін әкімшілік және қылмыстық жауаптылық көзделген. Сондықтан Қарамауыл, енді біз өнсізді разылық танытайық. Бір ауыз сөз айтпаймыз, енсіз сұрамыз. Келсеміз бе? Келсеміз. Бұл да наразылық. Адамгершілік деген ізгілік деді. Сондықтан мына халықты көпшілікті сыйлаңдар. Жала жауып отыр. Халықтан үлкен емесіңдер, прокурорлар. Жала жауып бекер соттап жатыр. Елін ойлаған азаматтардың бәрі сотталып жатыр. Бүткіл елін ойлаған, бұл не масқаралық? Саяси тұтқындарға бостандық берілсін. Ең алдыңғы қатарлы адамдар сотталуда. Бұлар білмейді. Олардың бәрі жоғарыда отыр ал, елін ойлағандардың бәрін соттап жатыр. Жемқорлар, жауыздар. Исполнение наказания бар. Олар этаптау, адамды күзетпен ұстау, орындалуын сол кісілер атқарады. Бұны біз прокуратура ретінде оны этаптауды нелерді біздің құқығымызға кірмейді. Ол сіздің құқығыңызға кірмейді. Бірақ сіздер прокурорлық бақылау жүргізулеріңіз керек қой? Керек. Міне, мұны сіз мойындадыңыз, оғанда Құдайға шүкір. Біріншіден біздің ата заңымызда жазылған не деп? Демократиялы, зайырлы, құқықты мемлекетте. Құқықтың бәрін аяққа таптап жатырсыздар, біріншіден. Екіншіден ол сотсыз, тергеусіз, міне 9 ай жатты. Енді бүгін ол өзін-өзі қол салам дейді. Бұл не деген сұмдық? Жалған жаламен. Жалған жаланы жауып отырсыздар. Ал ісі сотқа кеткенмен де бәрібір сіздердің бақылауларыңызда болу керек еді ол. Не оған ешкім бармаған, ешкім кездеспеген. Түсіндірем мен сізге қазір. Қазіргі таңда Біз түрге тұр сізбен сөйлесеміз ба? Соны былай істесе. Осы түсініктемен жазды мына істеген емес.
Иә. Келіп тұрған барлық адамдарға да қатысты. Сондықтан аны жоқ, сондықтан аны залдасыңыздар. Сөзді кіріп отырайық. Сұрақтарыңызға түсіндіріп жауап беріңіз. Кабинеттен басқа менде зал жоқ. Жоқ, менде зал бар ғой. Ол зал әкімшілікке қарайды, менің залым емес. Елші далаға шығып айғайлап сол әкімшіліктің несін сұрайық. Сіздің сұрағыңызға түсініктеме берейін ба? Жоқ, бермей-ақ қойыңыз. Сіздер Түсінбей қойыңыз сұрағыңызды. мына халықтың бәрін қалдыңыз. Онда былай істейік. Қазір оны қарастырайық. Зал жоқ болса былай істейік. Жылы киініңіз. Далаға шығыңыз. Жылы киініп, сөзге... Кабинет жоқ деген не дегенсіз? Лауазымыңыз қандай? Басқарма басшысының орынбасары. Орынбасарлар бар ма басқа прокурордың? Прокурордың өзі бар ма? Прокурор қайда? Мен кезекші прокурор, сіздерді қабылдайтын. Мен басқарма бастығының орынбасары. Мен де қабылдауға... Жоқ, оныңызды білеміз, құқығыңыз бар екен. Сіздің ресми түрде құзыретіңіз жетсе, онда киініңіз, сыртқа шығып сұрақтарға сол жерден жауап беріп түсіндіріп айтыңыз. Егер кабинеттіңіз жоқ болса. Залға кіргізіңіз. Бір 30 адам сиятын зал бар шығар? Қазір ол сұрақтарды мен шешпеймін зал бойынша. Қазір ол бойынша тиісті қызметкер бар. Кім? Қызметкер бар, сонымен қазір біз ақылдасайық. Жақсы. Болды. Сіздер не шешесіздер сонда? Ештеңке шешпесең ерген Ойын аяққа таптап отыр. Ақымақтықтарын көрсетіп отыр. Надандықтарын көрсетіп отыр. Сауатсыз екендіктерін өздерін өзі дәлелдеп отыр. Ал мұндайлар адамдардың тағдырын қалай шешеді? Мемлекеттік саясат қалай жүргізеді? Иә, өзімізге жауап. Мұндай Асыраймыз өзімізге жауап. асыра сілтейтін солақайлық тіпті 1937 жылдарғы асыра сілтеу заманында да, саяси қуғын-сүргін тұсында да болған емес. Мынау шектен шыққандық. Сондықтан біз өз жерде мәлімдейміз. Халық, бәріңіз жиналыңыздар. Алматы қаласында 25 күні Ортын медал береді оларға. қосымша хабарлаймыз. Митингге келіңіздер. Біз мынандай судьяларды, прокурорларды, тергеушілерді, ұлттық қауіпсіздік комитетінде жүрген заңбұзарларды бәрін тазалауды талап етеді. Осы жүйелерге реформа жасауды талап ететін бүкіл халықтық митинг өткізуге мен шақырамын. Біз заңсыз соттап отырған құйыршықтар, не болмаса дипломды сатып отырған қараңғы адамдар, думанның еш жазығы жоқ. Өтірік соттау деген не диплом сатып алды осы жердегілер, не жоғарғы жақтың құйыршықтары. Менің ұлымды босқа күйдірмеңдер, өтірік соттамаңдар. Анық өкіметті білдіріп отырған соттаңдар, анық заңгер болсаңдар. Бәрің анадан Думанның анасы сөйлеп атқан. Сендерде ана бар. Кімді қорғап тұрсыңдар бәрі? осы мәлімдемені Сендерде осында анадан туғансыздар. қазір біз журналистердің, блогерлердің алдында жария түрде айтып отырмыз. Тарихта қалады. Оны біз хатқа түсіреміз, қағазға түсіреміз. Қол жинаймыз. Егер осындай асыра сілтеуді, заңсыздықты тоқтатпайтын болса, онда президенттің өзіне мемлекетті басқара алмағандығы үшін сот саласын, прокуратураны тәртіпке келтіре алмағандығы үшін қызметтен кетуін талап етуге. Қонаев қаласы 22 ақпан 2024 жыл Қонаев қалалық сотының алдында тұрмыз. Бұл жақта тәуелсіз журналист Дума Мұхаммедкәрімнің екінші сот процесі болды, жабық түрде. Дума Мұхаммедкәрімді бүгін демек 22 ақпан күні Талдықорған СИЗОсынан Қапшағай сотына әкелді автозакпен. Енді сот процесі бітті. Сот процесіне жалпы келген халық наразы. Думан Мұхаммедкәрімді үй қамаққа шығармады. Жалпы саяси қудалау тоқтатылмады және Дума Мұхаммедкәрімге сотталушы сотталған деген халыққа қарсы
чыгатын мемлекеттин кызметкери. Talap etemiz. Mına қазір біздің аршағымызда тұрған бізге вагон таққан ағайындар. Сендердің кез келгеніңді ертек, дәл осындай жаламенен қылмыстық жауапкершілікке тартуы мүмкін. Сендерді сотталмай жатып сотталды деп айыптауы мүмкін. Сондықтан сендер заң саласында қызмет етіп жүргендіктен мынаны ойлаңдар. Заңнан үлкен нәрсе жоқ. Заңды қатаң сақтаңдар. Заңсыздыққа ешқашан бармаңдар. Асыран сілтеуге бармаңдар. Азаматтардың конституциялық құқығын сақтауға қызмет етіңдер. Халық үшін жұмыс істеңдер. Қазақ халқынан қорқыңдар, Құдайдан қорқыңдар. Қазаққа жау, қазақты жерде бөтен ұлт жоқ. Тек қазақ тұр. Әкімдік өкілі прокурормен атап өткендей, сіз әкімшілік құқық бұзушылық жасаудасыз. Сіз бейбіт жиналыстарды өткізудің заңы мен тәртібін бұза отырып акция өткізудесіз. Ішкі істер органдары туралы заңның 6-шы бабына сәйкес заң болса неге дума заңнаманы сақтауды, заң болса неге дума сотталып отыр, жазықсыз. құқыққа қарсы әрекеттерді тоқтатуды немесе назарлықтың заңсыз нысандарын жолын кесуге талап етуге құқылы. Прокурор ескерткендей, бұл әрекеттер үшін әкімшілік және қылмыстық жауаптылық көзделген. Қолдарыңнан не келеді? Соттаудан басқа не келеді? Қолдарыңнан не келеді? Заң жаттап алсаңыз қағаз ғана оқымай. Енді 1000 адам қарап отыр, бүкіл Қазақстан қарап отыр. Оқырсың, ашықтеп оқып тұрсың. Бірінші классқа жайлы түскен бала ұқсап оқып. Міне, әкімдікте істейтіндер міне. Ей, балаларыңды ойлаңдар, әкімдікте істейтіндер. Заң болса, заңсыз соттамаңдар адамдар. Сабыр сақтаңыз. Заң бар деп жаңа аясқа жүріңдер, бәрілерің заңсыз ешкім соттамаңдар. Ерлан. Кем аузыңда? Тұшы. Айтылғы саған. Давайте, может, так шеренду станем. Көлемeye koysun bunu. Köylemez de koy oldu. Senin uşakların.